Сәлем достар, сендермен бірге мен Батыржан, менің қасында бүгін Зухраб, мына жақта Ахмет. Бүгін біз сіздерге тамаша видео түсіреміз. Видеоның соңына дейін көріңдер, лайк басыңдар, пікірлетіңдер. Сіздер білетін шығарсыздар, джингл деген ойын бар. Енді ол ағашпен ойналады. Бүгін біз ағашпен ойнамаймыз. Столдың үстіне біз дайындап қойдық. Түрлі түсті краскамен стакандар ярус жасадық. 4 қабаттан. Бұл жерде қара түс, көк түс, жасыл, қызыл. Ойыншылар, яғни мен, Зухраб, Ахмет кезек-кезекпен осы стакандарды біртіндеп алу керек болады. Оны біз арнайы рулетка арқылы таңдайтын боламыз. Ойынның бір қызығы, ұтылған адам тапсырма орындайды. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер, лайк басыңыздар, пікір басыңыздар. Бүгін кім жеңеді деп ойлайсыздар? Білмеймін, өзім жеңетін сияқты. Қайдан білесің, мен жеңетін шығармын. Қойсаңдар, мен жеңем бұл жерде. Олай болса біздің рулетка дайын. Көрдіңіздер, қазір бүгінгі ойында бізде Ахмет бар, Батыр, Зухраб. 3 түске бөлдік. Қазір рулетканы айналдырамыз. Кімге бірінші түседі, сол әр сайыс сайын, әр кезек сайын стакандарды бірінші болып алады, одан кейін екінші, үшінші деген сияқты. Олай болса кеттік, бірінші болып бастаймыз, рулетка айналдырамыз. Жасын. Бірінші Ахмет, бірінші болған оңай енді. Ал екінші. Өзім ғой, айттым ғой. Қазір кезекті ғана анықтап. Қазір кезекті. Бірінші болып қазір Ахмет алады, екінші болып мен алып отырам, одан кейін Зухраб солай кезек. Енді Ахмет бірінші болды ғой енді. Ахмет қандай түсі? Қызыл. Ай, айттым ғой. Не болды? Ең қиын шығарып қойын депті. Қазір былай болатын сияқты. Удача. Біріншісі қызыл. Үшеумізге осы қызыл түсетін сияқты. Полный осылай алып тастаймыз осы этажда. Сосын маған көтеріп. Сосын жасылға көшеміз. Білмеймін. Ахмет екеумізге қызыл түсе берсін. Сіздер білейін да. Ал жақсы, мен ал. Көп. Болып. Ал, көп. Так. Бұл жерде. Сен есеуіз, дұрыстап қойып отырсыз. Енді өзім таңдаймын ғой енді. Әрең тұр ғой, айналайындар ше. Енді мына жер дұрыс болады да, осындай жерлерден алған ше. Иә. Осындай жерлерден алған дұрыс болады да. Қазір қызыл түседі ғой қазір маған. Қара кетті. Маған қазір қызыл түседі. Қазір көрермендер айтады ғой, қызыл. Қара. Қара түскен ғой. Ал қанеке көремін сол. Қара деп өзім айтып, ақыры өзім әкелдірдім бе қараны? Біреуге орғазба дейді ғой. Ана ортасындағысын қарасыншы, не болып кеткен маған. Содан бастай, содан. Осыдан бастап жаймен көрем-ау дейм ә? Көрермендер. Қалай қарайсың? Ол қозғалмайды ғой бұл жерде. Мен мына қазір тартсам маған бәрі құлайды ғой қазір. Сол керек болып тұр ғой бізге. Қыла. Осылай болады ғой. Повезло. Енді Ахмет. Болмады. Ахметке көк түсі. Енді төменгі жаққа салмақ түсіп жатыр бұл жерде. Енді бұл жерден қиындау енді. Дәл осы жерде ортасынан алсай. Мынау бос тұр екен осы. Дәл Бос тұрған тау болды. Ал. Мына көкті орнына қоюға болмай ма? Жоқ. Алпыстың мен. Математика ғой. Сен мына жақтан алып тастасаң, енді мына жақтан спокойно ала бересің да бүйтіп ше. Қарасай. Оқығанбыз ғой кезінде. Қара түспесін деп тілеңіздер. Қара. Не болып кетті? Ортасы кәдімгідей майысып отыр. Жоқ, ол ортасы қазір алатын болсақ. Тоқтат. Сол жерден қойып. Жоқ.
егер мен қазір мынадан алсам, Оны стресс. сен мынаға қарасай, мынауың уже амортизациясы отырып жатыр ғой мынау. Бізге солай керек болып тұр. Мен қазір мынаны алсам, Жасыл түгел төбеде. анау. Қазір мынаны алсам, мынау үшеуі құлайды. Ол үшеуі құласа бәрі құлайды деген сөз. Ал егер мен мынаны Мына жақтаншы. жоқ қазір. Мына жақтың салмағы онша не емес екен. Ана ортақ істей алмайды ау дейді. Үрлеме. Қойсайшы ондай. Қазір мен де ондай. Мен арырақ тұрайын сәл. Мама! Қалай құлады? Кәдімгідей құлаған жоқ. Қызыл. Ай, айттым ғой Ахмет осы жерде. Бағжанған адам ғой. Болмайды ғой бұл. Сендер алатын кезде кішкене астына қарасыңдар ше, ана қарасыңдар ше, салмақ түсіп жатыр сол. Жарайды. Жоқ, болды ғой, алынды ғой. Жоқ, ойланайын. Мынаны алсам пайда ма екен? Бұл құламады, бұл. Негізі дұрыс жасама десе. Негізі мына жердегі алынды ма? Мына жердегі алынды. Мен бәрін дұрыс жасадым, мен бәрі қызыл бәрін өзім аламын. Қиын жоқ ішінде. Бізді ойламайды екен. Соны үстіндегі қызылдар бірінші құрту керек қой. Сен де дұрыстап айналдырсайшы. Қызыл Қайта қараны түсіре бергенде екі рет қара алды. Айтты жасыл ғой, міне. Өзі қозғалып тұр ше. Мен бұл жерде жоқпын деп тұр ғой. Маған ше жасылдан. Малда майысып кеткен. Келесі кезек бұл жерде. Жоқ, мына қараңыздаршы, қараңыз. Бәрі майысып жатыр кәдімгі. Қарасаңызшы, салмақты көрдіңіздер ма? Қайда түсіп жатқан? Мынау иіліп тұр ғой. Мыналардан түсу керек қой бізге. Мінекей, мынадан. Сосын үстіндегіден. Қызыл мен жасылдан түсу керек. Так, енді кім кезегі? Менің кезегім. Ал. Жасыл. Бұйырмасын. Жасыл де. Бұйырмасын саған. Жасыл десейші. Қызыл деймін. Жоқ, жасыл. Ой. Мынаған түсті. Анадан алып. Ойланып жүр ғой кәдімгідей. Болса екен. Оба! Жеңіл болып жатыр. Мына жақта қара кетті. Жоқ, қараға жауапты. Алып кетті. Қара. Мынаған қара. Қазір қара десең. Ойланады ғой еще. Ойланба, ала бер, құлайды. Әртір сайын. Жоқ, негіз дұрыс істеп тұр ол. Опа! Бітті енді қара түскеннен точно өледі. Қалай? Кәдімгідей. Мен ба? Тез Жасыл браво. деп. Құламай тұрғанда просто. Қызыл деп тілеу керек. Басшы. Мен басайын ба? Қара шығармашы. Қара! Көк. Көкпен алып кішкене. Вообще мынаяқтан шығып кетемін деп тұр ғой. Бүйтіп жүре беремін деп тұр ғой, қарасай. Мына жеріне алып кетсем болады. Қарасай. Салмақ түсіп тұр, салмақтың бәрі астына түсіп тұр. Жоқ, болмайды. Болмай ма? Болмайды. Көк. Айттым ғой, мен білем ғой көк екені. Так, бұл жерде. Мынаны алшы. Шетіндегісін ала алмайсың. Жоқ, шетіндегісін алуға болмайды. Ала алмайсың. Болмайды, ала алмаймын. Алып көрші ал. Ала алмаймын. Келесі. Болды мына жерде қараны шығарайын деп тұрмын, өзім ғой. Қарасай. Қарасай. Қызыл кетті, көріп қойдым. Ой, өтіп кетті ғой қараны. Қараны өтіп кетті. Оппа, тура ортасына ағысын алып кетейінші осы. Көзіме жаман түсіп тұр. Молодец. Жоқ, қара түссе мен қорқпаймын қазір. Алуға болады ортасындағысын ше. Енді мен ғой, иә. Мен ғой. Егер қара түссе ойым бітеді. Бітті ойын егіліп қара түссе. Сондықтан қара түспесін. Түспе. Қызыл. Жақсы болды, сәл жеңіл дейді. Ой, жүрек.
Так, мына жақтағы жоқ. Енді басқаларға да мүмкіндік берейін да, иә? Или бұлай құлап қалатындай жағдай жасап қойын ба? Зачем мен оларды ойлаймын? Мен ойлап жатқан ешкім жоқ, ә? Так. Мына ала салайыншы. Бір жаққа қарай ауып көрсете қалсын. Келесіне соны тілейін. Қызыл. Жасыл. Так. Ой, жаман сестрман келсін. Былай. Осыны аламын ғой. Әзірге везет. Осыны аламын ғой. Өтпетті ғой. Жасыл. Жасылда не подарок болып тұрады, так? Келесісі жесткий болады жасылда. Басшы. Өзің ұстап тұр. Өзің ұстап тұр. Болмайды. Болады. Жаңа өзің айтып қара ортасын алам дедің ғой, енді ортасын ал енді. Иіліп сәлем беріп тұр ғой, алсаң ал құлайын деп тұр ғой. Жоқ, ол құламауы мүмкін. Өйткені төрт жағында. Құлау да мүмкін. Бүгін сәттілік мен жақта ма деп тұрмын да, просто алысқа тұрайын мен. Өзі тесік стакан ғой мынау. Болмайды ғой мына жасыл ма қарам. Дұрыс енді салмақ түсіп тұр ғой. Өзің ойлашы, сен үстіңде 10 адам отырса. Қара. Жоқ, қара емес. Жоқ, көрермендер мен жақта ғой. Қара түспеу керек. Олар тілеп отыр қара түспеу. Айттым ғой мен сендерге. Ал. Енді қазір... Мен алып бересің. Жоқ, тоқтай, қазір мен ортасындағын аламын ғой. Одан кейінгі ход қалай болатынын айтайын ба? Екеуіңе. Мына үшеуін біреу түссе ұтыламыз десе. Мына үшеуінің біреу түссе бітті ғой, короче. Так, мен бетейін да, сендерге. Қызылды ала саласың ба? Егер мен қазір мынаны алатын болсам. Соны алсай. Соны алсын. Ал, қалмайды. Көре салшы просто. Жоқ, көре алмаймын оны. Ал ортасын аламын, қарсай. Кеп шығып жатыр. Оппа. Тура маған айналып Жоқ, келген. айттым ғой мен көргендер мен жақпады. Қызыл кетті, қызыл. Финалға жақындап келе жатырмыз. Қазір кішкене ғана қалды. Қазір Ахметке қазір қараны шығарып берем. Сосын құлайды үстіне. Ол қашып бара жатып бүйтіп шалқасынан түседі. Бәріміз күлеміз, сол жермен бітейін деп тұр ғой. Қараңдар. Жоқ, қызыл кетті. Қарасай. Бірінші қызыл түсті, соңында да қызыл түседі. Айттым ғой. Мен ба? Жарайды. Қара бәкеге қара кетті, қара. Жарайды. Ұтуға дайын. Көк қайда? Міне? Ұста! Прикол ұстама. Ал енді математика, өнер басы. Жоқ, математика бұл жерде, бірақ құламауы мүмкін. Қандай математика, мына жерде ешқандай математика, геометрия, Ньютон ешкім көмектеспейтін сияқты ғой. Құлайды. Так, ана жақта үшеу тұр, мына жақта екеу тұр. Мынаны мына жаққа қойып қойсам болмай ма? Құламауы мүмкін. Жоқ, құлайды. Құламауы мүмкін. Анау біреу тартады. Мынау үстіндегі сол тартады. Жоқ, тартқанмен мына жақта қанша вес тұр ғой. Ұстай алмай қалады деймін. Дей бермеңдерші. Арырақ тұрады қазан, бетіне кетеді. Мен мынаны алып тастап бүйтіп тұра берсем болмай ма? Болмайды. Тоқтат. Жайлап жібер. Жай жіберсей? Жай жібер. Қалай жай жібересің? Қол алып тұрған. Тоқтай, жай жіберсейші енді қазір тоқтасай. Жай жіберсей деймін. Жай жіберсей. Шай жібер. Шаш жібер. Әкел стаканды. Шығарып сат стаканды болды. Стакан шықты уже болмайды. Жай жібер. Және ана
Бүйтті жайлы жерді көрсек, ана қылайма қылай. Анау уже кетіп бара жатыр ғой ана жаққа. Берсей стакан. Жеңіс құтты болсын. Кетпесең мына жерде. Жеңіс құтты болсын. Болды, біз қайттық, жеңдік, болды. Жоқ, стаканмен қайттық, болды. Жоқ, Бағдаш, жеңілгеніңізді мойындайсың ғой. Мойындамай, стаканды қойын мына жерде. Жоқ, жоқсай мен. Болды, стакан шығып кетті. Стаканды о жерге қойғанмен не болады, ал айтшы. Қайттан алып көремін ешкімге. Қаяқтан алып көресің, берсей. Болды, Болмайды алып кетпес. Жоқ, жарайды ма? Не істейін деп жатсың? Қоямын. Жоқ. Шығардым десесің. Жоқ, давай бүйтейік. Давай былай істейік. Бір шанс берейік, иә? Қарасын, көрсін, зерттесін, иә? Бір шанс берейік. Батя, қандай шанс берсек те? Ең оңай жағы осы болған негізі. Оңай жағы сол болған негізі. Одан басқа жоқ. Ал. Жоқ, сен өзің ойлансайсың, алып атқан жеріңді. Салмағы. Үстінде екеу. Сен маған бүйте қойдың. Өтір қилап, жұлжыз қойып отыр. Мә, Батыржан, ол сен қанша тартпам ма? Жайлап ортаға апарып қойып отыр. Сен қанды қалап тұрсың ба, көмектес. Bir жан ұстап тұр кел. Ал кеттік мен ұстап тұрам. Сосын жүре салам деп. Сен егер нан тартса, бірақ мына жақта екеу қоя, ауып кетеді ғой былай қарай. Біреудің өзі алып бара тұр ғой. Мынау. Ол ауғанмен ол. Так. Анадан басқа шанс жоқ. Мен барлық немді айттым енді, білмеймін. Салса салған астайды, салмаса бітті. Қарап көр енді. Бұл жерде бірақ шанс бар. Жібересіз, құласа құлайды, құламаса шыдайды. Бұл. Жібер. Айт. Хоп. Енді қара. Айттым ғой. Келесі қақта. Енді мен. Келесі қайда? Короче, мен көмектестім. Өздерің көрдіңдер, мен айттым, ананы істеме, мынаны істеме деп. Ана қараса қарап түседі ғой. Хоп. Дайын тұр біреу. Мынау, атсаш, құлайды сосын. Алшы құлайды. Апасын ол жақ. Что мен қорқып атқан жақпын. Бітті. Жоқ, полный құлаған жоқ бұл. Құлаған жоқ. Дұрыс па? Енді ес тұра бере ма? Енді көтеріңдер енді. Қалай көтереміз? Бізге тиісі келмейді? Бізде отпуск. Аррақ езілді, қазір құлайды енді точно. Бұлай болмайды, мен жаңа біреуді білеймін. Бәрі жайлап отыр. Мынау болмайды ма? Бәрі отырып қалды ғой. Болды, шанс жоқ. Шанс бар. Мынау болмайды, ана бәрі отырып қалды ғой. Мен көмектесе алмайсың, бірақ. Қалты өзің маған көмектескің келді. Жоқ, мынау болмайды, қарасам, мына бәрі отырып қалды ғой. Ананта езіп сал. Жоқ, оны езіп салғанмен ол. Қалай ол? Болды енді қараны аласың, білмеймін, отырып қалған қарам осы. Ана жаңа отырып қалды ғой жаңа. Жаңа құлаған жоқ қой, көрдіңдер ғой, құлаған жоқ. Көрдіңдер ғой, құлаған жоқ, үсіп тұрып қалды. Бәрі құлаған жоқ. Мен ана шығарып қойдым. Енді мен кәбетті ұстап тұрмын дейді. Осыны алып соқ, құламаса өйсіп қала берсін. Солда стекан қалмау керек қой, досым. Алса өйсіп, құламаса өйсіп қала берсін. Досым деп, ол қарсыласым. Жоқ, мына неге ол баста дұрыс қоймағансыңдар сендер. Ай, дұрыс. Бірге қойдық қой. Татай. Бітті. Мынау. Сен арғақ тұрайды, біз дайын болып тұр ғой. Қаш. Тоқта. Менің үстім не бөлініп жүр? Ана болмайды, ана бәрі отырып қалды ғой. Болды енді.
мойындаса ұтылғаның жарайды. Ер жігітке мойындаудың өзі ерлік. Жоқ, жаңа алған кезде тұрды ғой, дұрыс па? Мен көмектесейін. Мынаны алып қайтып қойып, басқа біреуін аласың. Қойсай болды. Жоқ, ол бітті ғой. Қаяқтан бәрі. Бірақ шанс бар, басқа шанс жоқ. Қойсай енді төгілмесе болды ғой, мынаны бәрі құламаса болды ғой. До конца қойып көрші. Қойып, басқа біреуін тартып Жоқ, мынаны жерге қойып көрші. Ана бәрі. Енді мынаны тартып бересіз, мынаны ма біреуін, басқа біреуін. Қайсысы оңай тұрған? Мынаны алып тастасай, мынау стаканды алдыңыз, алып тастасай енді. Жоқ, оны біліп тұрмын ғой, оны алып тастағанды мен бәрі біліп тұрмын ғой. Құламайды шығар. Тақанса қойып көрші, құламайды шығар. Папа! Кетті, екінші кетті. Нағылы еді? Болды ғой? Тұр ғой, ә? Құлады ғой? Сонымен бұл жерде Зухра Абытылды көрдіңдер. Енді қанша тырысса, енді көмектесті, ешкім. Жоқ, мен жаңа көмектестім. Дұрыс па? Мен қайсысын ал дедім, мен саған айттым. Жаңа мен саған біраз көмектестім. Жоқ, дұрыс қой, енді ауызбен айтқан сендер ешқандай да көмек, мен ұтылғанымды қаласыңдар ғой сендер. Көрермендер шешсін. Кімдікі дұрыс, кімдікі қате екен? Бірақ мен жеңдім. Көрермендер өздері шешсін, комментарийға жазсын, кім жеңді, кім жеңілді. Жоқ, мен тапсырма орындамаймын деймін. Айттым ғой мен саған. Егер көрермендер шынымен ұтылды дейтін болса, мен жаңа айттым, мен сендерге айттым жаңа, мен ұтылған жоқпын. Ананы алдым, бірақ құлаған жоқ дедім, дұрыс па? Құрметті көрермендер, видеоны көрдіңіздер, қалай болған. Егер ұтылған болса, төменге комментарий жазыңыздар. Зухрап ұтылды жазыңыздар. Егер ұтылған деп есептесеңіздер, төменге жазыңыздар, наказаниені жазыңыздар. Зухрап дайын орындауға. Енді бұл жолы Ахмет ойыннан енді жеңіл шығып кетіп тұр, өйткені оған қызылдар түсті. Көкті маған көрдіңіздер, әлін тұрып қалды. Ол да енді Зухраптың көмегімен енді айтып қояйын, бірақ ой жеңілді ғой енді. Жоқ, құрметті көрермендер, мен жарайды ұтылайын. Сіздер жазарсыздар, ұтылды деп. Бірақ енді мыналарда без наказания қалмау керек қой. Мысалы, қараңыздаршы. Батыржанға көмектестім ғой. Айттым мен. Жөнін көрсеттім, жоралғысын көрсеттім, қайсысын тартсаң қалай болады. Қара, дұрыстап, ананы қайтадан қой дедік. Ахмет ол Мағжан Ахмет отты. Ахмет. Жоқ, ол ше нейтральный жүріс бар ғой, ешкімге де көмектескен жоқ. Ол тек өзінің қара басын ойлады. Мен мына жерде шырылдап жүрмей, ананы ал, мынаны ал, былай сөйт деп. Сондықтан бұл екеуіне де наказание ойлап табыңыздар. Болмайды өйткені. Қыздар, жігіттер, осы видеоның соңына дейін көргендер, келесі бағдарламада қандай қызықты видеолар түсіру керек жазамыз. Лайк Біздің видео бүгінгі ұнады ма, оны да жазамыз. Біз сіздердің әрбір пікірлеріңізге, лайктарыңызға қуанамыз, міндетті түрде оқимыз. Сау саламатта болыңыздар, келесіде кездесейік. Жақсы!